Кейбір адамдар өмір бойы байлық күтеді, кейбірі бақыт күтеді. Ал мен бар болғаны бір-ақ ауыз сөз күттім. Кешір мені қызым. Бірақ сол сөзді естімін деп жүріп, бүкіл ғұмырым өтіп кеткенін өзінде байқамай қалыппын. Қазір мен 68-демін. Шашыма ақ кіргелі қашан. Айнаға қарасам, бетімдегі әжімдер өткен жылдардың емес, айтылмаған сөздердің ізі сияқты көрінеді. Адамды қартайтатын уақыт емес екен, адамды қартайтатын жүректегі жазылмаған жара екен. Мен әкемнің жалғыз қыз едім, бірақ өмір бойы өзімді оның қыз емес, бөтен адамдай сезіндім. Балалық шағымда ауылдың басқа қыздары әкелерінің мойнына асылып, еркелеп жүретін. Ал мен әкем үйге кірген сайын үнсіз қалатынмын. Оның аяқ дыбысынан ақ жүрегім дүрсілдеп кететін. Мен әкемнен ешқашан сыйлық сұраған емеспін, ешқашан еркелеген емеспін. Тек бір рет. Иә, бар болғаны бір-ақ рет оның құшағына кіргім келген. Сол күні 7 жаста едім. Қатты ауырып жатқанмын. Денем от болып жанып тұрды. Анам басымнан сипап, таң атқанша көз ілмеді. Ал әкем төрде үнсіз отырды. Мен әлсіз даусыммен: «Әке, жаныма келіңізші», дедім. Әкем орнынан тұрды. Сол сәтте жүрегім қуаныштан жарыла жаздады. Бірақ ол маған жақындамады. Тек салқын көзқараспен барап: «Еркелікті ғой, күшті болуды үйрен», деді. Сол түні қызуымнан емес, жүрегімнен жыладым. 7 жастағы қыздың жүрегі алғаш рет сынған еді. Содан бері мен күштімін. Тым күшті болып кеттім. Жыласам да білдірмедім, қиналсам да үндемедім. Бірақ ішімдегі кішкентай қыз әлі күнге дейін әкесінің бір ауыз жылы сөзін күтіп жүрді. Жылдар өтті. Мектеп бітірдім, тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Өмір шетемірдің ащысында, тұщысында көрдім. Бірақ әр туған күнімде, әр мерекеде, әр кездесуде жүрегімнің түбінде бір үміт жататын. Бәлкім бүгін айтар, бәлкім бүгін кешірім сұрар, бәлкім бүгін мені құшағына басар. Бірақ ол күн ешқашан келмеді. Ал менің күтуім тоқтамады. Өйткені кейбір балалар қанша жасқа келсе де, ата-анасының махаббатын күтуді ешқашан қоймайды. Сол кезде мен әлі білмеппін. Мен күткен бір ауыз сөздің құны бүкіл ғұмырыма татитынын, және оны есту үшін тым кеш болатынын. Анам өмір бойы біздің үйдің тыныштығын сақтауға тырысты, бірақ кейде үнсіздік те айғайдан ауыр болады екен. Біздің шаңырақта күлкі сирек естілетін. Әкем таң атпай жұмысқа кетеді, күн батқанда келеді. Үстіндегі шаңын қағып, үн-түнсіз төрге отырады. Біз де үнсіз тамақ ішеміз. Ешкім ешкіммен қалайсың деп сұрамайды. Мен кейде әдейі сабақтан бестік алып келетінмін. Бәлкім бүгін мақтар деп. Күнделігімді алдына жайып қойып: «Әке, қараңызшы, тағы да үздік оқушы болдым», дейтінмін. Ол бір көз жүгіртіп шығып: «Сабақ оқу сенің міндетің», дей салатын. Басқа ештеңе жоқ. Бір ауыз жарайсың да жоқ. Бір күлкі де жоқ. Сол кезде анам ғана арқаннан қағып: «Қызым, мен сенімен мақтанам» дейтін. Бірақ ана сөзі қандай жылы болса да, әке сөзінің орнын баса алмайды екен. Жасым 14-ке толғанда мектепте әкелер мен қыздар атты мерекелік кеш өтті. Барлық сыныптастарым әкелерімен би биледі. Мен есіктен кірген әр адамға жалтақтап қарай бердім. Келер. Әйтеуір кешігіп келе жатқан шығар. Мұғалімнің дауысы естілді: «Қызым, сенің әкең келе ме?» Мен ернімді тістеп: «Иә, келе жатыр», дедім. Бірақ ішімде оның келмейтінін біліп тұрдым. Сағат жылжыды. Зал босай бастады. Қыздар әкелерінің қолынан ұстап күліп кетіп бара жатты. Ал мен сахнаның шетінде жалғыз тұрдым. Сол күні анам ғана келді. Көзінен жас парлап тұр екен. «Әкеңнің шаруасы шығып қалыпты», деді. Мен басымды изедім. Ештеңе сұрамадым. Бірақ сол күні үйге қайтып келе жатып, анамның үнсіз жылағанын алғаш рет көрдім. Арада жылдар өтті. Мен студент атандым. Қалаға оқуға кететін күнде келді. Анам таңнан бері жүгіріп, жолға азық-түлік дайындап жүр. Ал әкем аулада ағаш жарып жүрді. Автобусқа мінер сәтте анам құшақтап маңдайымнан сүйді. Мен соңғы рет әкеме қарадым. Ішімнен бір-ақ рет құшақтаса екен. Бір-ақ рет жолың болсын қызым десе екен деп тіледім. Әкем балтасын жерге қойды. Маған қарай бір сәт көз тастады. Менің жүрегім атша тулап кетті. Бірақ ол ештеңе деместен теріс бұрылып, қайтадан жұмысын жалғастырды.
Автобус қозғалғанда терезеден соңғы рет қарадым. Анам қолын бұлғап, ал әкем арқасын беріп бізге қарамады. Сол көрініс жүрегіме мәңгі қатып қалды. Қалада жүрген 4 жыл ішінде мен үйге бірнеше рет қана бардым. Әр барған сайын әкем бұрынғыдан да салқын тарып бара жатқандай көрінетін. Мен амандасамын, ол басын изейді. Мен әңгіме бастаймын, ол қысқа ғана жауап береді. Біздің арамыздағы қашықтық бір үйдің ішіндегі 2 адамға емес, 2 бөтен жанға ұқсайтын. Бірақ мен әлі де үмітімді үзбедім. Бәлкім жасы келгенде өзгерер, бәлкім бір күні жүрегі жібір. Сол үмітпен өмір сүрдім, алайда тағдыр мені мүлде басқасына қытып тұрғанын әлі көрсетпеген еді. Қалаға келген соң өмір мені тез есейтті. Студенттік шақтың қызығын көп көрген жоқпын. Сабақ оқыдым, кешке жұмыс істедім. Тапқан азын-аулақ ақшамның бір бөлігін анама жіберіп тұратынмын. Телефон соққан сайын ең алдымен «Анашым, жағдайларың қалай?» деп сұрайтынмын. Ал көңілімнің түбінде тағы бір сұрақ жататын. Әкең мені сұрады ма? Анам үнсіз қалатын. Сосын жымиған болып, әкең бұрынғы қалпы қызым, аман дейтін. Мені сұрады ма деген сұрағыма ешқашан жауап бермейтін. Сол үнсіздіктің өзі бәрін айтып тұратын. Уақыт өте, мен де тұрмысқа шықтым. Жаңа шамырақ көтердік. Алғашқы сәбиімді қолыма алған күні көз жасымды тыя алмадым. Кішкентай ғана алақанынан ұстап жатқан ұлым маған мөлдір көзімен қарағанда жүрегім шым ете қалды. Сол сәтте өзіме іштей серт бердім. Мен ешқашан баламды махаббатқа зәру етпеймін. Күн сайын оны құшағыма қыстым. Жақсы көрем балам деп айтудан жалықпадым. Әр жетістігіне қуандым. Әр сүрінгенінде қолынан ұстадым. Өйткені мен өзім бала күнімде ести алмаған сөздерді балам естісін дедім. Бірақ адам кейде өз жарасын байқамай өзгеге жұқтырып алады екен. Бір күні ұлым мектептен көңілсіз келді. Мен жұмыстан шаршап отырғанмын. Ол асыға сөйлеп, «Анашым, бүгін сурет байқауынан 1-ші орын алдың» деді. Мен оған қарамастан, «Кейін көрсетші, қазір басым ауырып тұр» дедім. Ұлым үндемей бөлмесіне кіріп кетті. Кешке оның төсегінің жанынан өтіп бара жатып, жастығының суланып жатқанын көрдім. Ол бетін теріс қаратып, үнсіз жылап жатыр екен. Сол сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Мен бала кезіндегі өзімді көрдім. 7 жастағы кішкентай қызды. Әкесінен бір ауыз жылы сөз күткен қызды. Мен баламды құшақтап, «Кешір мені балам, кешір» деп қайта-қайта айта бердім. Ұлым дауыстап жылап жіберді. «Мен сені ренжіткім келген жоқ еді, анашым». Сол түні мен таң атқанша көз ілмедім. Өйткені бір нәрсені анық түсіндім. Махаббат айтылмаса, ол жоғалып кетеді. Бірнеше күннен кейін анам хабарласты. Дауысы бұрынғыдан әлсіз еді. «Қызым, қолың босаса ауылға келші». «Не болды, мама?» Анам ауыр күрсінді. «Әкеңнің денсаулығы сыр беріп жүр». Бұл сөзді естігенде жүрегім біртүрлі қысылып кетті. Өмір бойы маған суық болған адам үшін неге сонша алаңдап тұрғанымды өзінде түсінбедім. Мүмкін мен әлде болса сол бір ауыз сөзден үмітімді үзбеген шығармын. Бәлкім кеш емес шығар. Сол үмітпен жолға жиналдым. Бірақ мені ауылда күтіп тұрған көрініс жүрегіме мәңгі өшпестей із қалдыратынын әлі білмедім. Ауылға жеткенше жүрегім бір сәтте тынышталмады. Терезеден сыртқа қарап отырып, балалық шағым өткен көшелерді, шаң басқан жолдарды, жалаңаяқ жүгірген күндерімді есіме алдым. Сол жолдарда қанша рет әкемнің бір ауыз мақтауын армандап едім. Автобустан түскенімде ауыл баяғы қалпында екен. Тек менің жүрегім ғана өзгеріп кеткендей. Үйдің қақпасын ашқанда анам қарсы алды. Бірақ жылдың ішінде 10 жылға қартайып кеткендей көрінді. Мені үнсіз құшақтап, ұзақ жібермей тұрды. «Қызым, келдің де?» Даусынан шаршау ғана емес, үмітім де азайған сезілді. Мен асыға, «Әкем байда?» деп сұрадым. Анам үйдің ішін нұсқады. Баяу басып бөлмеге кірдім. Терезе жанында әкем отыр екен. Бұрынғыдай еңселі емес, арқасы бүгіліпті. Шашының аппағы шыққажан. Қолының тамырлары білініп, саусақтары дірілдейді. Мен табалдырықта үнсіз тұрып қалдым. Осы адамнан бір ауыз жылы сөз күтіп, бүкіл өмірімді өткізгеніме өзінде сенбей тұрдым. Ол басын көтерді. Көзіміз түйісті. Бір сәтке оның жанарынан бұрын көрмеген мұңды байқадым.
бірақ тағы да үнсіздік. Ассалаумағалейкум, әке. Келдің бе? Бар болғаны осы екі сөз. Жүрегім тағы да сыздап кетті. Кешке шай үстінде анам ғана сөйлеп отырды. Әкем үнсіз, мен үнсіз. Арамыздағы тыныштық ас үйдің қабырғаларында ауырлатып жібергендей. Бір кезде анам сыртқа шығып кетті. Үйде екеуміз ғана қалдық. Мен ішімдегі көп жылдан бері жиналған ауырлықты көтере алмадым. Әке, ол жай ғана маған қарады. Мен сонша жаман қыз болдым ба? Ол үндемеді. Мен өмір бойы сізден не сұрадым? Байлық па? Үй ме? Ақша ма? Жоқ. Мен тек бір рет жарайсың қызын деген сөзіңізді естігім келді. Тек бір рет. Даусым дірілдеп кетті. Неге мені ешқашан құшақтамадыңыз? Неге бір ретте мақтамадыңыз? Мен сізге не жаздым? Әкемнің жүзінде бір өзгеріс пайда болды. Ерні қимылдады. Менің жүрегім кеудеме сыймай кетті. Міне, дәл қазір айтады. Өмір бойы күткен сөзінді еститін шығармын. Бірақ ол тағы да үнсіз қалды. Басын төмен түсіріп, шаршадым, демалайын, деді де орнынан баяу көтеріліп бөлмесіне кіріп кетті. Мен орнында қатып қалдым. Сол сәтте көзімнен аққан жасқа тоқтау болмады. Түн ортасында анам жаныма келді. Мен әлі ояу едім. Қызым, әкеңді жек көрме. Мен оны жек көрмеймін, мама. Бірақ мен оның қызы болғанымды бір рет болса да сезінгім келді. Анамның көзінен жас ыршып кетті. Сен бір нәрсені білмейсің. Мен селк ете қалдым. Қандай нәрсені? Анам терең күрсінді. Мен саған осы уақытқа дейін айтпадым. Бірақ енді жасырудың мәні жоқ шығар. Ол сөзін жалғастыра бергенде, сыртқы бөлмеден бір нәрсенің тарс етіп құлаған дауыс естілді. Екеуміз орнымыздан атып тұрдық. Жүгіріп барсақ, әкем еденде қозғалыссыз жатыр екен. Даусым дірілдеп шықты. Анам екеуміз жүгіріп жеткенде, әкем еденде сұлық жатқан еді. Жүзі қуқыл тартып, көздері жұмулы, бір қолы кеудесін қысып қалған. Кезірек жедел жәрдем шақыр, деп анам жан даусымен айқайлады. Мен қалтырап тұрған саусақтарыммен телефонды әрең тердім. Сол бірнеше минут маған бірнеше сағаттай көрінді. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер әкемді бірден жансақтау бөліміне алып кетті. Есік жабылды, ал біз дәліздегі суық орындықта үнсіз отырдық. Мен алғаш рет әкем үшін шын жүрегіммен қорықтым. Тек аман қалшы, тек көзіңді ашшы. Мен ештеңе сұрамаймын, тек сөйлесейікші. Өмір бойы айтылмаған сөздерінің бәрі кеудемде тас болып жиналып қалғандай еді. Бір сағаттан кейін дәрігер шықты. Жағдайы ауыр, инфаркт алған. Қазір ешкімді кіргізе алмаймыз. Анамның тізесі бүгіліп кете жаздады. Мен оны құшақтап ұстап қалдым. Осы кезде өмірдің қаншалықты қысқа екенін алғаш рет анық сезіндім. Кеше ғана өкпе айтып тұрған адамым бүгін өмір мен өлімнің арасында жатыр. Түн ортасы ауғанда анам екеуміз аурухананың дәлізінде үнсіз отырдық. Кенет анам: «Қызым, бүгін айтпақ болған сөзімді тыңда», деді. Мен оның жүзіне қарадым. Көзінен жас тоқтамай ағып тұр екен. Әкең сені ешқашан жек көрген емес. Мен таңырқап қалдым. Онда неге өмір бойы маған суық болды? Анам үнсіз жылады. Сен 5 жаста едім. Сол жылы өзіммен кейін туған кішкентай інін шетінеп кетті. Жүрегім шым ете қалды. Мен бұл туралы көмескі ғана білетінмін. Сол күннен кейін әкең мүлде өзгеріп кетті. Өзін өмір бойы кінәлады. Баламды қорғай алмадым деп іштей күйреді. Анам ауыр күрсінді. Ол бұрын мүлде басқа адам еді, қызым. Көп күлетін, сені иығына мінгізіп жүретін. Мен сенбей басынды шайқадым. Мен ондай әкені көрген емеспін. Өйткені қайғы оны үнсіз адамға айналдырды. Мен үнсіз отырып қалдым. Сонда мен өмір бойы танымай өткен әке кім болған? Қайғы адамның жүрегін соншалық қатырып жібере ме? Бірақ бәрібір бір ауыз жылы сөз айтуға болмай ма еді? Бір рет болса да қызым деп құшақтауға болмай ма еді? Таң ата дәрігер қайта шықты. Науқас есін жіді, бірақ көп сөйлетуге болмайды. Бір адам ғана кіре алады. Анам маған бұрылды. Бар, сен кір. Аяғым өзіндік емес сияқты.
Палатамын есігін ақырын аштым. Әкем терезеге қарап жатыр екен. Денесіне жалғанған аппараттардың дыбысы ғана естіледі. Мен жанына барып жайлап отырдым. Ол басын бұрып маған қарады. Көзқарасы бұрынғыдан мүлде бөлек еді. Шаршаған, өкінген, бір нәрсе айтқысы келетіндей. Ерні ақырым тыймылдады. Мен демімді ішіме тартып, оған еңкейе түстім. Өмір бойы күткен бір ауыз сөз дәл қазір айтылатын сияқты. Палата іші тым-тырс еді. Тек жүрек соғысын көрсетіп тұрған аппараттың бір қалыпты дыбысы ғана естіледі. Мен әкемнің жанына жайлап жақындадым. Ол әлсіреген қолын қозғамақ болды. Бірақ шамасы жетпеді. Мен қолын өз алақаныма алдым. Өмірімде алғаш рет әкемнің қолын осылай ұстап отырмын. Бала күнімде осы қолдың мені жетектегенін қанша армандадым десеңші. Ал қазір сол қолдың табы әлсіреп, мұздай болып қалған. Әкем көзін жұмып біраз жатты. Сосын әр сөзін әрең айтып, «Қызым». Осы бір сөзді естіген сәтте көзімнен жас парлап кетті. Ол мені бұрында қызын деп атаған шығар. Бірақ бүгінгі үнінде бұрын соңды болмаған мейірім бар еді. Мен оның қолын қыса түстім. «Иә, әке, мен осындам». Ол ұзақ үнсіз қалды. Әр сөзді айту оған ауыр екенін сезіп тұрмын. Бір кезде сыбырлап, «Сен маған ренжіп өстің». Мен көз жасымды сүртіп, «Ренжідің, бірақ сізді ешқашан жек көрген жоқпын». Әкемнің кірпігіне жас іркілді. Мен алғаш рет оның жылағанын көрдім. 60 жылдан астам уақыт бойы ешкімге сыр бермеген адамның көзінен аққан сол бір тамшы жас менің бүкіл өмірімді өзгертіп жіберді. Мен жақсы әке бола алмадым. Бұл сөзді естігенде жүрегім шымырлап кетті. Өмір бойы күткенім дәл осы еді. Бірақ неге ол сөз дәл қазір ғана айтылып жатыр? Неге бәрі сонша кеш? Мен басымды шайқап, «Әке, өткенді қозғамай-ақ қояйық. Сіз аман болыңызшы». Ол әлсіз ғана күлімсіреді. «Жоқ, уақытым азайып бара жатқандай». «Ондай сөз айтпаңыз». «Тыңда». Даусы баяу шықты. «Мен сені күнде жақсы көрдім». Мен селк етіп қалдым. Ол сөзді дұрыс естідім бе? Күнде жақсы көрді ме? Онда неге өмір бойы үндемеді? Әкем көзін жұмып керең дем алды. Менің әкем мені бір ретте құшақтаған жоқ. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Ол еркек адам сезімін көрсетпейді деп өсірді. Мен де дәл солай өмір сүрдім. Бірақ іштей күнде өкіндім. Әр сөзі жүрегіме ине болып қадалып жатты. Кейде адам жамандықтан емес, өзі көрмеген мейірімді бере алмағандықтан қателеседі екен. Ол тағы да сөйлемек болды. Ерні дірілдеді. Мен еңкейіп құлағымды жақындаттым. Кеш. Ол сөзін аяқтай алмай қалды. Кеудесі қысылып, жөтеліп кетті. Дәрігерлер палатаға жүгіріп кірді. «Тезірек сыртқа шығыңыз». Мені дәлізге шығарып жіберді. Есік тарс жабылды. Мен қабырғаға сүйеніп тұрып қалдым. Көз алдымнан бір ғана сөз кетпей қойды. Кеш. Ол кешір дегісі келді ме? Әлде басқа сөз бе? Мен мұны әлі білмейтін едім. Ал тағдыр бізге тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған болатын. Дәрігерлер палатаға кірген сәтте менің аяқтарым дірілдеп кетті. Есіктің ар жағында қарбалас басталды. Аппараттардың дыбысы жиілеп, медбикелердің асығыс қимылдары көрінді. Ал мен ештеңе істей алмадым. Қолымнан тек дұға ету ғана келді. Жарты сағаттан кейін дәрігер сыртқа шықты. Жүзінен шаршағаны байқалады. Қауіпті кезеңнен өтті. Бірақ енді оған тыныштық керек. Көп сөйлетуге болмайды. Мен терең дем алдым. Ішімдегі ауыр тас сәл ғана жеңілдегендей болды. Алайда көңілімді бір ғана нәрсе мазалай берді. Әкем аяқтай алмай қалған сөз. Кеш. Сол сөз менің санамда қайта-қайта жаңғырып тұрды. Кешке қарай анам екеуміз аурухананың ауласында отырдық. Күн еңкейіп барады. Анам үнсіз көкжиекке қарап отырды. Қызым,
деді бір кезде. Сен әкеңнің не үшін өзін кешіре алмағанын білесің бе? Мен басымды шайқадым. Ол өмір бойы қызымның балалық шағын өз өр қолыммен суыттым деп айтып жүрді. Мен таңырқап анама қарадым. Сонда ол бәрін түсінген бе? Түсінді, бірақ батылы жетпеді. Неге? Анам ауыр күрсінді. Кейбір адамдардың тәкаппарлығы емес, өкініші сөйлетуге жібермейді. Күн өткен сайын енді кеш деп ойлайды. Сөйтіп бір күн шынымен кеш болып кетеді. Бұл сөз жүрегімді қағайырғандай болды. Ертеңіне дәрігер маған тағы бірнеше минутқа ғана кіруге рұқсат берді. Палатаға жайлап кірдім. Әкем ояу екен. Ол маған ұзақ қарап жатты. Бұл жолы оның жанарында қорқыныш емес, өтініш бар еді. Мен жанына отырып, әке, ештеңе айтпаңыз, сізге демалу керек. Ол басын баяу шайқады. Әлсіз қолмен менің алақанымды қысты. Өмірімде бірінші рет әкем менің қолымды өзі ұстады. Сол бір сәт үшін мен бала күнімдегі барлық сағынышымды кешуге дайын едім. Көзімнен жас сорғалап кетті. Әке, мен сізді ешқашан жек көрген емеспін. Ол көзін жұмып ерні дірілдеді. Бұл жолы сөзі анық естілді. Кешір мені, қызым. Мен сол сәтте еңіреп жылап жібердім. Өмір бойы күткен үш-ақ сөз. Бірақ ол сөзді есту үшін 68 жыл күтуім керек болды. Алайда мен әлі бір нәрсені білмейтін едім. Әкемнің жүрегінде осы кешірімнен де ауыр, ешкімге айтылмаған бір құпия жатқан еді. Мен оның қолын екі алақаныммен қысып отырдым. Өмір бойы күткен үш сөзді естігеннен кейін де жүрегімдегі ауырлық толық сейілген жоқ. Өйткені бір сұрақ әлде жанымды жегідей жеп тұрды. Неге, әке? Неге сонша жыл үндемедіңіз? Әкем көзін терезеге бұрды. Сыртта жеңіл жаңбыр себелеп тұр екен. Бірнеше минут үнсіз жатты. Сосын баяу ғана сөйледі. Сен мені қатал адам деп ойлап өстің. Мен үнсіз басымды изедім. Бірақ ең қатал адам өзім болдым. Ол көзін жұмып, өткен күндерді есіне түсіргендей ауыр күрсінді. Сен 7 жаста едің. Бір күні жұмыстан келсен, сен ауырып жатыр екенсің. Жүрегім селк ете қалды. Бұл көріністі мен де ұмытпаған едім. Сол түні мен, әке, жаныма келімші, деп сыбырлағанмын. Ал ол маған жақындамаған. Менің көзіме жас үйірілді. Әкем де жылады. Мен саған барғым келді. Бір қадам ғана. Бірақ әкемнің даусы құлағымнан кетпеді. Еркек бала жыламайды. Еркек адам мейірімін көрсетпейді. Сол сөз мені өмір бойы тұтқындап қойды. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Әкем сөзін жалғады. Мен сені құшақтағым келетін. Әр туған күніңде, әр жетістігіңде, сен ұйықтаққан соң ғана жанына келетінмін. Мен таңырқап кеттім. Не дейсіз? Ол әлсіз ғана басын изеді. Сен ұйықтап жатқанда маңдайыңнан сүйетінмін, шашынан сипайтынмын. Қызым, бақытты бол деп сыбырлайтынмын. Көзімнен жас тоқтамай ағып кетті. Мен мұны 68 жыл бойы білмеппін. Неге? Күндіз айтпадыңыз? Әкем күлімсірегендей болды, бірақ ол күлкіде қуаныш емес, терең өкініш бар еді. Күн сайын ертең айтам дедім. Ертең. Сөйтіп, бүкіл өмір өтіп кетті. Бұл сөз менің жүрегімді шаншып өтті. Шынында да, адамның өміріндегі ең қауіпті сөздердің бірі ертең екен. Кейде сол ертең ешқашан келмейді. Мен әкемнің қолын маңдайыма бастым. Әке, мен сізді кешірдім. Сіз де өзіңізді кешіріңіз. Ол көзін жайлап жұмды. Жүзіндегі ауыр мұң сәл жеңілдегендей болды. Бірақ бәл сол сәтте дәрігерлер палатаға қайта асыға кіріп келді. Аппаратты үні өзгеріп кетті. Менің жүрегім тағы да суып сала берді. Өйткені тағдыр бізге ең ауыр қоштасудың таяп қалғанын үнсіз ескертіп тұрған еді. Палатаның іші бір сәтте абыр-сабырға толды. Дәрігерлер мен медбикелер әкемнің жанына жиналды. Бірі аппараттарды тексеріп жатыр, бірі дәрі дайындауда. Ал мен есіктің алдында сілейіп қатып қалдым. Ішке кіруге рұқсат жоқ. Тек шыны есіктің ар жағынан әкемнің жүзіне қарап тұрмын.
өмірімде алғаш рет уақыттың тоқтап қалғанын қаладым. Тағы бір күн берші, тағы бір сағат, тағы бір минут. Кейде бүкіл өмірінді өзгертуге бір минуттың өзі жеткілікті болады екен. Бір кезде дәрігер маған бұрылып, кіріңіз, бірақ көп сөйлемеңіз деді. Мен дірілдеген аяқтарымен ішке кірдім. Әкем көзін әрең ашты. Жанары мен іздеп тұрғандай. Мен жақындап, қолынан ұстадым. Бұл жолы мен жыламауға тырыстым. Өйткені ол менің көз жасымды емес, жүзімдегі тыныштықты көріп кетсін дедім. Әке, даусым сыбырдан да бәсең шықты. Мен сізге ренжімеймін. Енді ренжімеймін. Әкемнің жанарынан бір тамшы жас сырап түсті. Ол ернін әрең қимылдатты. Рахмет. Бұл сөзді бұрын-соңды одан естімеген едім. Сол сәтте мен оның қолын кеудеме бастым. Әке, сіз маған өмір сыйладыңыз. Иә, кейде мен сіздің мейіріміңізді сезіне алмадым. Бірақ бүгін түсіндім. Адамның жүрегі сөйлегісі келіп тұрып, тілі сөйлемей қалатын кездер болады екен. Мен сізді кешірдім. Ең бастысы, сіз өзіңізді де кешіріңіз. Әкем әлсіз ғана басын изеді. Жүзінде бұрын-соңды көрмеген тыныштық пайда болды. Көп жылдан бері арқалап жүрген ауыр жүк енді ғана түскендей еді. Кенет аппараттың үні баяулай бастады. Дәрігерлер қайтадан жақындады. Мен шетке ығыстым. Әкем соңғы рет көзін ашты. Біздің жанарымыз түйісті. Ол ерінмен дыбыссыз ғана бір сөз айтты. Қызым. Содан кейін көзін ақырын жұмды. Палатаны ұзақ үнсіздік басты. Мен оның қолын қоя алмадым. Ол қол баяу салқындай бастады. Бірақ сол алақанда мен бала күнімде аңсаған жылулық қалғандай сезілді. Сол күні мен әкемнен айырылдым. Бірақ сол күні мен оны алғаш рет шын мәнінде таптым. Мен қатал адамнан емес, өз жарасының тұтқыны болған әкеден айырылдым. Ал менің жүрегімде енді өкінішпен бірге мейірім де өмір сүре бастады. Бірақ әңгіме мұнымен аяқталған жоқ. Әкемді ақтық сапарға шығарып салғаннан кейін, оның өмірі туралы мен күтпеген шындықты еститінімді ол кезде әлі білмейтінмін. Әкемді ақтық сапарға шығарып салған күн аспанда күн көркеді. Ауыл іші бұрынғыдан да тыныш көрінді. Жаназаға келген адамдар бір-біріне көңіл айтып, әкем туралы естеліктермен бөлісіп жатты. Мен үнсіз ғана аулада тұрған ескі алма ағашының түбіне барып отырдым. Сол ағаштың түбінде бала күнінде талай рет жалғыз жылағанмын. Бүгінде көз жасынды тоқтата алмадым. Бірақ бұл жолғы көз жасы өкпеден емес, кешігіп келген сағыныштан еді. Кешке қарай жұрт тарай бастағанда, ауылдың ең үлкен қариясы маған жақындады. Ол әкеммен жастайынан бірге өскен досы болатын. Жанымдағы орындыққа жайлап отырып, қызым, сен әкеңді толық танып үлгермедің деді. Мен үнсіз тыңдадым. Қария көкжиекке қарап отырып сөзін жалғастырды. Әкең сен дүниеге келген күні ауылды түгел аралап, қызым дүниеге келді деп қуанып жүрген. Мен таңырқап қалдым. Бұл мен білетін әкеме мүлде ұқсамайтын. Сен тәй-тәй басқанда, сені ұғына отырғызып, бүкіл ауылды аралайтын. Менің бақытым қызым деп мақтанатын. Көзінен тағы да жас ыршып кетті. Әкемнің қазасынан кейін 40 күн өтті. Үй бұрынғыдан да жым-жырт. Бірақ бұл жолғы үнсіздік бұрынғыдай суық емес еді. Енді ол сағынышқа айналған үнсіздік болатын. Кешкі шайдан кейін анам, қызым, бүгін сенімен оңаша сөйлессем деп едім деді. Даусымнан ерекше мұң сезілді. Екеуміз ауладағы ескі орындыққа барып отырдық. Күн баяу батып барады. Самал жел ғана жапырақтарды сыбдырлатып тұр. Анам ұзақ уақыт үндемеді. Сосын көзіне жас алып, мен саған бір нәрсені өмір бойы айтпадым деді. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Сен кішкентай кезінде бір күні әкем қатты ауырып қалды. Дәрігерлер оның жүрегінде ауыр дерт бар екенін айтқан. Сол кезде олар маған қатты күйзелуге де, қатты қуануға да болмайды. Әйтпесе жағдайы қиындауы мүмкін деді. Мен таңырқап кеттім. Сонда ол мұны білді ме? Иә, білді. Сол күннен бастап ол бәрін ішіне бүгіп өмір сүрді. Қуанса да білдірмеді, жыласа да ешкімге көрсетпеді. Тіпті сені құшақтағысы келген сайын өзін тоқтататын. Неге? Себебі ол өзін ұзақ өмір сүрмеймін деп ойлады.
Қызым маған қатты бауыр басып қалмасын деп қорықты. Менің жүрегім шымырлап кетті. Сонда менің махаббат көрмей өскенімнің себебі жек көрушілік емес, қорқыныш болған ма? Анан сөзін жалғастырды. Өмірінің соңғы жылдары ол сен туралы көп айтатын. Қызым менен әлдеқайда мықты болып өсті дейтін. Менің орнымды өмірдің өзі басыпты дейтін. Бір күні тіпті, егер қызым бір күні мені кешірсе, менің бүкіл өмірім бос өтпеген деді. Мен көз жасымды тыя алмадым. Тірі кезінде айта алмаған сөздерін. Ол басқаға ғана айтып жүрген екен. Сол түні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Балаларымның бала күнін есіме алдым. Олардың күлкісін, жылағанын, алғашқы қадамдарын, сосын өзіме іштей серт бердім. Енді ешқашан жақсы көретін адамымды үнсіз жақсы көрмеймін. Айтылу керек сөзді дәл уақытында айтамын. Құшақтау керек адамды ертеңге қалдырмаймын. Өйткені ең ауыр өкініш кешігіп айтылған сөз емес, мүлде айтылмай қалған сөз. Бірақ тағдыр мені әлі бір сынақпен кездестіретінін ол кезде білмеппін. Әкем өмірден өткеніне 1 жыл болды. Уақыт өтті. Бірақ сағыныштың уақыты болмайды екен. Кейде таңертең шайымды ішіп отырып, есік ашылып, әкем бұрынғыдай үнсіз кіріп келетіндей болып көрінеді. Сосын өз-өзіме, енді ол ешқашан келмейді деп сыбырлаймын. Бір күні үлкен ұлым кенет маған: «Анашым, бүгін кешке бәріміз үйде болайықшы» деді. Неге болам? Жай ғана. Бәріміз бірге отырып әңгімелессек. Кешке балаларым, келінім және немерелерім түгел жиналды. Дастархан басында күліп отырмыз. Бір кезде немерем жүгіріп келіп мойныма асылды. «Әже, мен сізді қатты жақсы көрем». Мен оны құшақтаттырып көзіме жас алдым. Ол аң-таң болып: «Әже, неге жылап тұрсыз?» Мен күлімсіреп: «Бұл мұңның емес, бақытымның жасы құлыным. Өйткені мен бала күнінде аңсаған бір ауыз сөзді сендер бір-бірімен аямай айтып жүрсіңдер». Сол кеште үлкен ұлым орнынан тұрды. Қолында ештеңе жоқ. Тек жүзіне қарап-ақ жүрегім біртүрлі елжіреп кетті. Ол жаныма келіп, 2 иығымнан құшақтады. «Анашым, мен сізбен мақтанамын. Бізді өсіргеніңіз үшін рахмет. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз». Сол сәтте мен өзімді ұстай алмадым. Еңіреп жылап жібердім. Ұлым тамырқап: «Анашым, не болды?» Мен оның қолынан ұстап: «Балам, сен дәл қазір менің жүрегімде жарты ғасыр бойы бос тұрған орынды толтырдың». Ол түсінбеген күйі мені құшағынан шығармады. Сол түні аулаға жалғыз шықтым. Аспан толған жұлдыз. Жеңін самал есіп тұр. Мен көзімді жұмып, әкемді есіме алдым. Баяғы өкпе жоқ, баяғы реніш жоқ. Тек мейірім ғана қалған. Ақырым ғана сыбырладым: «Әке, мен сізді кешірдім. Сізде мені естіп тұрған болсаңыз, біліңіз, мен сіздің қызыңыз болғанымды мақтан тұтамын». Жел баяу ғана бетімді сипап өтті. Сол сәтте әкем өмірінде алғаш рет мені үнсіз құшақтағандай әсерде болдым. Содан бері мен бір әдет шығардым. Күн сайын балаларыма телефон шаламын. Немерелерімді құшақтаймын. Әр кездескен сайын: «Мен сені жақсы көремін. Мен сені мақтан тұтамын» деген 2 сөйлемді міндетті түрде айтамын. Өйткені айтылған мейірім адамды өмір бойы жылытады. Ал айтылмаған мейірім жүректе өмір бойы жазылмайтын жара болып қалады. Қорытынды: егер ата-анаңыз қасыңызда болса, оларды бүгін құшақтаңыз. Егер балаңыз болса, бүгін оған жылы сөз айтыңыз. Егер жүрегіңізде өкпе болса, оны ертеңге қалдырмаңыз. Өйткені өмірдің ең ауыр өкініші жоғалтқан адам емес, айтылмай қалған сөз.